Так, бәріңе ассалаумағалейкум достар, сендермен бірге болайын бека достар. В общем, сендер Free Fire'ды енді бастап жүрсеңдер және де рейтингтарыңды грандмастерға, осылар сияқты грандмастерға көтерілерің келсе жігіттер, онда сендер осы видеоға дәл келдіңдер. Бұл видеода мен новичоктарға қалай топ-1 алу керек екенін, қандай жерде тығылу керек екенін полный барлығын көрсетіп боламын сендерге. Видеоны лайктан арнаға тіркеліп кетсеңдер жігіттер. В общем, жігіттер, давайте осы видеоға көп максимально лайк жинасаңдар, мен сендерге енді тоже қандай оружиемен ойнау керек екенін бәрін көрсетемін. Так, енді мынау біздің ең бірінші нычкамыз десек те болады. Так, примерно осы жерге еді. Так, вроде осы жерге қарай секіретін еді ғой да. Так, кеттік, секіріп көрейік. Және де так, осыны ё-моё, мына шетке түсіп кетті ма жігіттер? Қабат деген ая. Ё-моё. В общем, примерно көрдіңдер ғой, қазір до конца үстіне түсіп көрсетіп боламын сендерге ше. Так, енді басынан секіріп көрейік жігіттер. Так, примерно сәл былай ауыстырайық. Так, осылай секіріп көрейік енді жігіттер. Примерно әні жігіттер, что там әдемі ма? Зор ма жігіттер? Зор десеңіздер, короче, в общем, примерно осы жерде тұрып енді смело, спокойно бәрін ата бересіңдер. Короче, жігіттер, енді бұл нычканы мен тек ана енді Free Fire енді бастап келетқан дұрыс ойнай алмайтын жігіттерге үйрететін боламын жігіттер, короче, Так, примерно қазір скриншот жасап алайын, себебі бізге неге керек болады ғой бұл ше. Неден превьюға керек болады. Так, мынаны бәрін шетке алып тастайықшы. Так, мынаны барлығын шетке алып тастау керек бізге. Так, мынаны шетке алып. Все, енді примерно осы жерден тұрып скриншот жасап алайық. Жоқ, бұл жерден емес. Так, примерно осы жерден өйстіп жасаймыз ба. Так, примерно бізге бір осылайша. Жоқ, так, давайте жігіттер осылай. Жоқ, мына жерден түсірейік. Себебі ана аст жақ көрініп тұрсын. Так, примерно қазір осылай. Все, болды, скриншотты жасап болдық. Енді, короче, мынаны орнына қайтарайық. Все болды жігіттер, короче. Так, ең бірінші біздің нычкамыз осы болатын жігіттер. Так, енді біз екінші нычкамызға келіп жеттік. Так, примерно стенаны осы жерге бір стена қояды. Так, бір стена алдына жерге үстіне екінші стенаны қою керек. Так, мен дұрыс емес отырмын. Ё-моё, не болып кетті. Так, сәл үстіге шығарайық, сәл. Так, вроде осылай меді жігіттер. Қалай? Әлде сәл үстіге өтеді. Примерно осылай ғой. Қазір қойып үстіне шығып көретін боламын жігіттер. Так, осылай сегіп қап, ё-моё, мен арттан атқанның кесіне құлап кеттім ғой. Есен кетші бар. Примерно үстіп зажимать етіп тастайықшы бұл. Кет бар. Құр лоббиң аттан дейсің көрші. Так, примерно осылай секіріп, вот жігіттер осы жерге секіріп алсаласында да примерно өйстіп барлық спокойно өйтіп, так, аяқтан өйстіп атып тастай бересіңдер. Смелаша сендерді көріп қойып, сендерді ататын болса осы жерге былай стеналарыңды қойып, там анау қыла бересіңдер жігіттер. Қараңыздаршы, примерно өйстіп стена қойып атса бересіңдер, спокойно алып прям ше. Вот жігіттер, енді бұл енді біздің екінші нычкамыз болатын еді жігіттер. Ал енді кеттік үшінші нычкаға. Так, достар, біздің үшінші нычкамыз осы жерге орналасқан пикта. Енді пикта әдем жер, енді қазір зона кеп қалды. Тез енді көрсетіп тастайын сендерге примерно осылай. Так, мынау не болып кетті стеналар. Примерно осылай қоямыз, все болды. Енді бірінші попыткадан секіріп кетсек әдемі болшы еді. Примерно үстіп жүріп мына жерге секіреміз да. Сол мына коробкалардың үстіне секіріп, мына жерге екі стена қойдық қой. Осы екі стенаның үстіне секіріп, прям осы жерге кете саласыңдар. Болды жігіттер, easy peasy ғой, короче. Примерно кайфуша жүр ғой. Мысалға, бір адам секіре ма, қолдарыңыз зажимать ететін аржа болыңдар да, примерно бір адам кесе үстіп зажимать етіп өлтіріп тастай саласыңдар ғой. Бұл біздің үшінші нычкамыз болатын жігіттер. Ал енді жігіттер кеттік төртінші нычкамызға. Let's go. Ал енді мынау біздің төртінші нычкамыз тоже осы жерге секіретін жерге примерно қарап алыңыздар достар, жақсылап осы жерге қойып үстіп секіресіңдер да, осының үстіне шығасыңдар ғой, короче. Осы жерге жатып аласыңдар ма, не істейсіңдер, өздерің білесіңдер. Ал қолдарыңа прицел бар, АВМ, там сондай оружиялар аласыңдар, спокойно өлтіре бересіңдер адамдарды ше. Так, жігіттер, енді осымен примерно түсінген шығарсыңдар. Әлі бізде алдыда екі нычкамыз бар. Ал енді жігіттер, қалай мына жерден түсеміз, қыпымыз, так, құлап кетсек, секірсек өлмейміз деп айтсаңыздар, сор ана жерге түстіңдер ғой ше. Неға жүгіріп келесіңдер да, осы жерден түсесіңдер. Так, мынаның үстіне сосын ана оп деп секіріп спокойно түсіп кете саласыңдар ғой. Енді қыпларың да кетпейді, там қиналмайсыңдар да, короче жігіттер ше. Так, енді жігіттер, мына жерде де мынандай бір нычка бар, көрсетейін сендерге. Примерно осы жерге келесіңдер да. Енді так, былай меді, әлде жоқ, сәл төменге түсіреміз да. Так, примерно вот так қазір секіріп көрейік жігіттер. Енді примерно өзімде білмей тұрмын. Ё-моё, үстінен өтіп кеткен соң ғой. Саған не істейміз жігіттер? Артқа қайтуға жылқа жоқ ше. Так, вроде мына жерден де секіруге болады, бар емес пе? Менің
7 жылдық ойнаған опытым бойынша так примерно осымен бірдей қыламыз да, короче. Қайсысы енді секіріп көрейікші екен. Так примерно асып кетпесем болар еді. Так вот осылай секіреміз да. Так ема достар, міне достар, спокойно кіріп кете саласыңдар осы жерден. Ё-моё, құлап кеттім. Неге сендер отырып жүрсеңдер құламайсыңдар жігіттер. Так енді үстіне мініп алған соң қалай түсеміз десеңдер, өйстіп секіріп түсіп кете салыңдар, өлмейсіңдер. Енді примерно 30 ба 40 ба қыпларың қалады жігіттер. Енді біз соңғы нычкамызға да келіп жеттік. Қазір соңғы нычкамды көрсетіп боламын жігіттер. Так, біздің соңғы нычкамыз ол факторияда орналасқан фабрикада. Енді примерно осы темірді көріп тұрсыңдар ғой. Осы темірге өйстіп секіріп кетеміз да. Так, артқа қарай жүгіруге. Вот осы жерден ең арқырғы жағына дейін барып, примерно осы жерде спокойно жүгіріп жүрсек болады да жігіттер. Примерно өйстіп жатып алып жүресіңдер ма, әлі отырып алып жүресіңдер ма? Вроде мынайдан адам көріп қою мүмкін бар емес па? Так, вроде көріп қоятын сияқты ше. Так что мына қара бар емес па? Қасында екі қара тұр ғой. Қазір мен сендерге қалай соған секіру керек екенін көрсететін боламын. Так, вроде менде стена бар, бір стена бар екен. Так, қалай қоямыз, осылай қоямыз ба? Так, әне астында бір адам жүр жігіттер. Так, примерно қалай қоямыз, Так, стена не болып кетті жігіттер, Ой, ё-моё, құлап кетейін деген соң жігіттер ше. Так, примерно осылай қоямыз. Не болып кетті, стена вообще жоқ болып кетіп отыр ғой жігіттер. Так, вот осылай қоятын шығармыз ше. Вот осылай қоямыз да. Осы үстіне шығып былай. Так, секіріп ала саламыз. Ой, ё-моё, чуть қалды құлап кетуге ше. Так, осылай енді осы жерден прямой бетіп спокойно кайфовать етіп жүре бересіңдер. Осымен достар, енді біздің видеомыз аяқталды жігіттер. Видеоңызға лайктарыңды басып арнаға тіркеліп кетіңдер. Енді давайте жігіттер, осы видеоға максимально лайк, поддержка көрсетсеңдер, мен келесі видеода енді рангты қалай көтеру керек екенін, қандай навыктар алу керек екенін барлығын көрсететін боламын. В общем, жігіттер, всем давайте, всем салам алейкум, короче.